Ассаламу алейкум. Өте қолжетімді заттардан жасалынатын мега шоколадный торт жасаймыз. Ең алдымен жұмыртқаға қантты, тұзды қосып, масса 2 есеге ұлғайғанша миксермен араластырамыз. Одан кейін суды қосып, баяу жылдамдықта бір араластырып аламыз. Електен өткізген ұнға електен өткізген какао, қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Видеодағындай жайып жарты бөлігін себемізді, баяу жылдамдықта миксермен араластырамыз. Қалған бөлігін қосып, баяу жылдамдықта массаны басып алмай араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажет жоқ. Араласқанын көрсеңіз, болды, тоқтатуымыз керек. Әйтпесе массамыз отырып қалады. Лопатканың көмегімен тағы да шетіндегілерін түсіріп, бір араластырамыз. 21 диаметрдегі формамыздың астына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құйып, 165 градуста 45 минут пісіреміз. Кремін дайындаймыз. Сүтті ысытып аламыз. Қантқа жүгері крахмалын, крахмал болмаса ұнды қолдануға болады. Жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаға қосамыз. Біркелкі болғанша венчикпен араластырып аламыз. Сүтіміз ысыды, міне буы шыққанша ысытып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Кішкенеден шетінен қоса отыра жақсылап араластырамыз. Енді қайтадан сүтке құямыз осы массамызды. Араластырып тұрып құюымыз керек. Әйтпесе іртік-іртік болып кетеді. Енді қайтадан отқа қоямыз. Үзбей араластырып тұрамыз. Бастапқыда қоюланбайды, одан кейін бірден қоюлана бастайды. Мінекей дайын болды. Енді шоколадымыз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Тез суысын деп тайпақ ыдысқа құйып қоямыз. Біздің бисквитіміз пісті, суыды, енді босатып аламыз. Үстіндегі бөлігін тегістеп кесіп аламыз. Оны біз торттың сыртын қаптауға қолданамыз. Енді осы бисквитті 2 немесе 3 бөлікке бөлеміз. Жаңағы кесіп алған бөлігімізді блендерге салып, үгітіп аламыз. Жұмсақ сары майды жақсылап ағарғанша миксермен араластырамыз. Одан кейін суыған заварной шоколадный кремімізді кішкенеден салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бірден барлығын қосуға болмайды, өте сұйық болып кетеді. Мінекей креміміз дайын, тағы да жақсылап шетіндегілерін түсіріп араластырып аламыз. Креміміз дайын. Тортымызды жинаймыз. Жаңағы қолданған формамызды жумай, тура осы қысып, кремімізді құйып, кішкене крем алып қаламыз сыртын қаптауға. Үстінен екінші бисквитімізді жауып, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 8 сағатқа қойып қоямыз. Тортымыз 8 сағат тұрды, шетін босатып аламыз да, алып қалған кремімізбен сыртын қаптаймыз. Енді үгітіп алған бисквитімізді шетіне жабыстырамыз. Ганаш дайындаймыз. Сары май мен шоколадты микроволновкада немесе водяная баняда ерітеміз. Үстіне құйып, әдемілеп тегістейміз. Узор жазсаңыздар болады. Мен осындай шанышқымен әдемі узор жасап шықтым. Тортымызды
жарты сағатқа холодильникке салып аламыз. Міне біздің тортымыз дайын, өте қолжетімді заттардан жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина. Ас болсын.